барлықтарыңа сәлем. Бүгін YouTube жүргізіп жатқандарға, YouTube'ты жаңадан бастағандарға YouTube жүргізу үшін қандай приложение керегін көрсетемін. Видеоның соңына дейін көріп, сақтап алыңдар. Ендеше бастайық. Негізі мен YouTube жүргізу үшін 8 приложение қолданамын және оның бәрін бір папкаға сақтаймын. YouTube жүргізу үшін керек бірінші приложение, ол бізде бірінші Telegram. Телеграмнан қазақша әдемі шрифттерді жүктеп алуға болады. Сонымен қатар ютубтан алған, ВКдан алған, инстаграмнан алған видеоларды телеграмнан скачать етемін. Негізі көбісі Google'дан скачать етеді, ал мен телеграмнан скачать етемін, себебі телеграмнан аз мобилния алады. Және сіздерге де осыны ұсынамын. Екінші приложение ол бізде CapCut. Өздеріңіз білесіздер, мен Vlogtar'ды, эксперименттерді, новичок мобилогрофтарға арнап монтаждарды да осы CapCutпен монтаждаймын. Менің CapCutпен монтаждап жүргенге 3 жыл болды. Негізі көбісі InShotпен басқа да приложениялармен монтаждайды, ал мен CapCutпен монтаждаймын. Тар қосуды, эффект қосуды CapCut'тан жақсы білемін. Үшінші приложение ол бізде YouTube. YouTube әрине ол основной приложение, себебі ютубқа біз видео жүктейміз, ютубтан өзіміздің видеоларымызды қараймыз. Және сонымен қатар ютубтан фотождарды алып телеграмға скачать етеміз. Төртінші приложение ол бізде туторлар. Яғни туторлар приложениесімен өзіңіз қалаған просмотрды жинай аласыздар. Туторларды қалай қолдану керектігін менің YouTube каналымнан көре аласыздар. Мысалы, мен туторлар приложениесіне өзімнің видеомды жүктеп, 50 просмотр сұрадым, және мына жерде птичка жанып тұр, яғни 50 просмотр жиналды деген сөз. Келесі 5-ші приложение Vlogtar. Vlogtarпен мен видео монтаждамаймын. Жаңа айтып кеткендей, мен тек CapCutпен ғана видео монтаждаймын. Vlogtar ютубқа баннер жасауға керек болады, себебі CapCutта ютубқа баннер жасау өте қиын. Негізі істелмейді десем де болады. Негізі оның ішінде нормальный шрифттар жоқ. Және онымен мен тек баннер ғана жасаймын. Келесі 4-ші приложение ол бізде творческая студия. Творческая студия не үшін керек деп ойлайтын шығарсыздар. Әрине ол да YouTube секілді, ол да основный. Негізі мен YouTube приложениесіне кіріп видеоларымды загрузить етпеймін. Мен творческая студияға кіріп өзімнің видеоларымды загрузить етемін. Творческая студиядан өздеріңіздің монетизацияларыңызды қарайсыздар, комментарияларды қарайсыздар, тағы да басқа өте көп. Негізі творческая студиясыз YouTube жүргізе алмайсың. Творческая студияның ішіне кішкене обзор жасап кетейік. Достар, творческая студиядан қалай обложка жасау керек, оның барлығы менің YouTube каналымда. Творческая студиядан өздеріңіздің подписчиктеріңізді қарай аласыздар, сонымен қатар жаңағы айтқанымдай монетизацияны көре аласыздар. Егер ойласаңыздар қалай жүктейді видеоны деп, төбесінде осындай плюс батырмасы тұрады, осыны басып өздеріңіздің видеоларыңызды жүктей аласыздар. Осы жерден описание жазыңыздар, хэштег қойыңыздар, тағы да басқа. Келесі приложение ол бізде видео. Видео, яғни творческая студия, YouTube секілді ол да основаны, яғни видеодан сіздер оптимизация жасайсыздар. Оптимизация ол не үшін керек? Егер оптимизация жасамасаңыздар, сіздердің қаралымдарыңыз аз болады, яғни просмотрларыңыз өте төмен болады. Сондықтан видео оптимизация жасау керек. Ал оны қалай жасаймын десеңіздер, менің YouTube каналымда қалай оптимизация жасау керек, обложка жасау керек. Сол туралы видео бар. Келесі приложение ол бізде Ремини. Яғни Ремини не үшін керек? Негізі Реминиді қолданбасаңыздар да болады. Негізі көбінесе Vlogtar деген кезде, егер сіздердің обложка жасайтын кезде өздеріңіздің фотоларыңызды қойсаңыздар, фотоларыңыз мысалы качественный болмауы мүмкін. Сол кезде Реминидан өткізсеңіздер, качественный әдем болып тұрады. Сондықтан егер сіздер влог түсіретін болсаңыздар, сіздерге Ремини приложениесін ұсынамын. Түрлеріңіз анық әрі әдемі көрінетін болады. Бірақ мен қазіргі таңда влог түсіріп жүрген жоқпын, сондықтан Реминиді қолданбаймын. Менің каналымда қазір монтаждар, эксперименттер болып жатыр. Соңғы приложение бізде Wing приложениесі, яғни бұл не үшін керек десеңіздер, мысалы сіздер ютубты бастаған кезде
Сіздің қолыңызда iPhone болмауы мүмкін. Мысалы, Oppo, Vivo, немесе Samsung A2 болуы мүмкін. Мысалы, олардың камерасы дұрыс жасамаса, видеоларыңызды осы Win приложениесімен өткізсеңіздер болады. Негізі менің білуімше, бірнеше блогерлардың Instagram жүргізетін, YouTube жүргізетін, TikTok жүргізетін блогерлардың телефонында Win приложениесі болады. Себебі Win приложениесі өзіңіздің видеоларыңызды качественно алып көрсетеді. Win приложениесі, яғни онда 1080-нен де жоғары қылып көрсетеді. Сондықтан сіздерге кеңес беремін, что осы Win приложениесін қолдануға. Негізі мен өзім Win приложениесін әлі ашқан жоқпын. Ашқаннан кейін видеоны қалай қояды, текст қалай жазады, соның бәрін салатын боламын Ютубқа. Егер сондай шыққанын қаласаңыз, комментарияға жазып кетіңіз. Сонымен қатар достар, менің телефоныма обзор күтсеңіздер, комментарияға жазып кетіңіздер. Мен өзім телефонымның ішіне полностью обзор түсіретін боламын. Яғни контент менің телефонымда не бар деген болатын болады. Сонымен қатар достар, мен папкаға саламын деп ұмытып кеткен, ол Pinterest, яғни Pinterest ол тоже YouTube жүргізуге керек болады. Білмеймін, сіздерді көбісі Google'дан скачать етеді, бірақ мен өзім Pinterest'тен скачать еткенді ұмытамын, себебі Pinterest'те качество өте күшті. Менің каналымнан монтаж туралы видеоларды көрсеңіз, білетін шығарсыздар мүмкін. Мен сол кезде Pinterest'ті барлық монтаж жасаған видеоларымда қолдандым. Себебі Pinterest'те сіз дегеннің барлығы бар. Pinterest'ке қазақша ма, орысша ма, ағылшынша ма жазсаңыз да шығарып береді. Осымен біздің Ютубқа керек 10 приложениемізге обзор аяқталды. Менің каналымда бұдан да басқа пайдалы ақпараттар бар. Сіздерге керек монтаждар бар, сіз білмеген жаңадан шыққан шрифттар бар. Сондықтан видеоны сақтап, тіркелуді ұмытпаңдар.